Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері, студенттер және оқушылар. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok'тағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай Сканави деген кітап парақтарын білесіздер, ол есептер жинап орысша кітап. Сонда 8.285 есепті шешу көрсетемін. Бұл есепте қандай тригонометриялық шешу керек. 1 бөлінген синус квадрат x плюс тангенс x минус котангенс x минус 4 деген бөлімін. Бұл теңге қорқынышты көрінеді, шығаруға болмайды деп бірақ шығаруға болады. Не істейміз? Ең бірінші мыналарды түрлендіріп аламыз. Мынаны жазып аламыз. Мынаны түрлендірейікші. Тангенс x минус котангенс x. Жеке түрлендірейік. Тангенс x минус котангенс x неге түрлендірейік? Тангенстің аттамасы бойынша қалай? Синус бөлінген косинус келсесі керек. Синус бөлінген косинус минус косинус бөлінген синус келсесі керек. Әжәте мұнда енді қарай, ортақ бөлім берсек, косинус x пен синус x нөлге тең есептей аламыз әрине. Мына ортақ бөлім берсек, косинус x синус x, косинус x синус x, косинус x синус x, біз ортақ мына синус квадрат x, синус квадрат x минус косинус квадрат x. Екіге көбейтіп бөлеміз. Косинус екі айтпадым, қарама-қарсы беріп тұрсын, мына жерде минус 2, әжәте косинус x болады, қарама-қарсы минус косинус x маған жіберсек, мынау шығады қайтадан. Косинус x, косинус квадрат x минус синус квадрат x, мына минус маған жіберсек, мынау шығады. Мына екіні алымына 2 косинус x минус x, ол синус x. Мына екіні алымына жіберсек, мынау шығады қайтадан. Түсінікті ғой мына. Ал мынау енді қарайық, мынау неге тең? Мынау неге тең? Бұл тең минус 2 тангенс x-ке, минус 2 котангенс x-ке, минус 2 котангенс. Мына әрине шарт қоямыз, косинус x пен синус x нөлге тең емес деген. Анықталу керек қой. Мұны ұмытпаймыз, болмайды ешқашан. Мына шартты ұмытпаймыз. Мына жерде минус 2 котангенс x. Мына өрнек мынаған тең екен. Енді қарайық, котангенс x арқылы қоя береміз. 1 бөлінген 1 плюс котангенс квадрат x неге тең? Бөліммен, ал косинус квадрат пен синус квадрат 1 бөлінген маңызды. 1 бөлінген синус квадрат x бөлінген. Келесесіңдер, значит, мынау 1 бөлінген 1 плюс котангенс квадрат x-ке тең. Мына өрнекті қалай жазамыз? Мынау котангенс квадрат x-ке тең қалай жазамыз? Минус 2 котангенс 2x, плюс 1 и минус 3. Мына плюс 1, мына минус 4-тен минус болады. Минус 3 тең болады. Квадрат теңдеу ғой, солай квадрат теңдеуге келіппіз. Котангенс x-ті т деп алайық. Т деп алайық. Котангенс x-ті квадрат теңдеу. Котангенс x-ті квадрат минус 2-ті минус 3 0. Бетпен шығарсақ та болады, дискриминанттан шығарсақ. Жіктепте шығарсақ, без разницы. Минус 3, плюс 1 осылай жүктеледі ғой. Минус 1 мен 3-ті қосыңыз минус 2, көбіңіз минус 3 бөліп қос. Мынаған екіті бір болады. Біріншісі минус 1, екіншісі 3. Котангенс x-ті осыған жеке-жеке теңестіреміз. Сонда біз x табамыз. Бірінші жағдайда котангенс екіті бір болады, көріп тұрсыздар, квадрат теңдеу дискриминант нөлге тең емес және оң. Сондықтан мынаның екіті бір болады. Екеуден бүтін сандардың. Мынаны жеке-жеке шешеміз. Қарайық. Бірінші котангенс x тең минус 1. Осы жерде қателік жасамау керек. Котангенс қандай жағдайда минус 1-ге тең? Котангенс 2x тең минус 1. Значит, котангенс қандай жағдайда минус 1-ге тең? Еске түсірейікші. 3-ке бөлінген 4-те котангенс 2x тең 3-ке бөлінген 4 плюс k бүтін сан. Сонда x1-нан 2-ке бөлеміз, x1 неге тең? 3-ке бөлінген 8 плюс 2 бөлінген 2k бүтін сан. Бірінші бір мынау. 3-ке бөлінген 8 плюс k бөлінген 2k бүтін сан. Екінші жағдайда қандай? Котангенс x тең 3-ке тең. Котангенс 3-ке тең нақты бір жоқ, сонда бұны аркотангенс арқылы шешеміз. 2x тең аркотангенс 3 плюс k бүтін сан. Онда x2 неге тең? Мынаны 2-ке бөлеміз. x2 тең 2-ден 1 аркотангенс 3 плюс k бөлінген 2 бүтін сан. Атен екі түбір бар. Бірінші
3 бөлінген 8 плюс пика бөлінген 2 кабытынса екіншісі 2-ден 1 арқадан келген 3 плюс пика бөлінген 2 кабытында мына теңдеудің екі шешімі бар екен не? Жауабын нақты жазайық сонда. Қандай шешімдер болады теңдеудің? Жауабын нақты жазайық жауабын. Сіздер де салыстырып қарайсыздар, мен дұрыс шығарғаныма командарыңыз болмау үшін қанша көрермен көріп отыр, онда жауабы екі шешім болады. Бірінші 3 бөлінген 8 плюс пика бөлінген 2. Пика бөлінген 2 мынау болады. К бүтін сан. Екіншісі 3 бөлінген 8 плюс пика бөлінген 2 К бүтін сан. Екіншісі 2-ден 1 арқадан келген 3 плюс пика бөлінген 2 пика бөлінген 2 мына екі түр болады теңдеудің шешімі. Видеоны солай қойып бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.